Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай зебра пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарапайым ғана құраммен дайындалады. Ол үшін жұмыртқа, қант, ұн, сұйық май, разрыхитель, сода, какао, сонымен қатар сметана қажет болады. Алдымен жұмыртқамызды жарып салғаннан кейін үстіне шекерімізді салып, жақсылап вентиктің көмегімен араластырып аламыз. Қанты толықтай ерігенше араластыратын боламыз. Миксер бар болса тіпті жақсы 2-3 есе ұлғайғанша араластыруға болады. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Сол жердегі мөлшермен қарап жасасаңыздар болады. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қоңырауша батырмасын басуды ұмыт кетпеңіздер. Енді сметанамызды саламыз. Кез келген сметананы қолдана берсеңіздер болады. Мендегі 20%-лық сметана. Жақсылап біркелкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ұнымызға содамызды, разрыхителімізді саламыз. Араластырып алатын боламыз. Енді осы ұнымызды аз-аздан бөліп отырып қозғайтын боламыз, яғни араластырамыз. Бәрін бірден салмаймыз. 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Бұл рецепті мен бала кезімнен бастап жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Осы кезден духовкаларыңызды қыздыра берсеңіздер болады. 170-180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей қозғап алдық. Енді 2-ге бөліп, біреуіне какаоны қосатын боламыз. Теңдей бөліп аламыз. Какаоымызды да міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Түйіршіктері қалмауы керек, жақсылап араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, енді кезектеп қасықпен құйып отыратын боламыз. Ақ-қара қылып құйып аламыз.
Толықтай құйып алғаннан кейін шпажканың көмегімен осылай бетін сызып әрлеп шығатын боламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты, арасы осындай болып шығады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрғақ емес, жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Ас болсын.